Қазыналы Қарағандының іргесінде орналасқан металлургтер шаһарының арқалаған жүгі жеңіл емес. Тұңғыш президентке еңбек етудің қыр-сырын үйреткен қалаға уақыт өткен сайын өңгіріп келеді. Елбасының моноқалаларды дамыту бағдарламаларының негізінде тұрғындардың тіршілік етуіне қолайлы қалалардың қатарына ену үшін Теміртауда бірқатар шаруалар атқарылды. Сапалы білім беру, денсаулықты сақтаудың заманауи үлгілері, мүмкіндігі шектеулі жандардың қоғамға бейімделу тұрғысынан да оң өзгерістерді байқаймыз. Ит жылы шаһарымыздағы күре жолдардың жөнделуіне 2 миллиардқа жуық қаржы бөлінді. Айта кетейік, Теміртау жолдарына мұндай қомақты қаржы тек соңғы 2 жылда аударылуда. Жолдардың бөлінген қаржыға сай жөнделуін күн сайын қоғамдық кеңестің өкілдері, қалалық мәслихат депутаттары, жергілікті тұрғын үй шаруашылық бөлімінің мамандары тікелей бақылауда ұстады. Бұл мәселеге қатысты тұрғындар да қалыс қалған жоқ. Келер жылы қала ішіндегі және қала сыртындағы жолдарды жөндеуге 1 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінбек. Бүгінгі таңда шаһарымызда білім беру саласына үлкен көңіл бөлінуде. Ағымдағы жыл қазынадан 9 миллиардқа жуық қаржы бөлінді. Теміртау қаласында 21 балабақша, 5 шағын орталық жұмыс жасайды. Сондай-ақ 29 орта білім беретін мекемеде 22.239 бала білім алады. Биылғы жылы Теміртауда 17 оқу орнын жөндеу жоспарланған. Орташа жөндеу жұмыстары 4 мектепте, 14 балабақша мен 2 қосымша білім беру ұйымдарында жүргізілді. Ағымдағы жылдың қаңтар айында 9-шы ықшамауданда жаңа мектептің құрылысы басталды. Алғашында құрылыс жобасында біршама қателіктер кеткендіктен нысанның жұмысы уақытында аяқталмай, біраз шатқаяқтаған еді. Қазіргі таңда барлық мәселе шешілді. 600 орындықты аталмыш мектептің құрылысына республикалық бюджеттен 1 миллиардтан астам қаржы бөлінген. Келісім шартқа сәйкес мердігер ұйым осы сомаға нысанның іргетасынан бастап қалап, оқушыларға арналған үстелдерге дейін сатып алуы тиіс. Жаңа мектеп 3 бөліктен тұратын болады. Одан бөлек 2 дене шынықтыру залы және ассамблея залы қарастырылған. Бұл мектептің құрылысы осы жылдың басында басталды. 1 миллиард 200 теңге ақша бөлінген қаржы. Проекттің кішкене бір өзгерістері бар, енді Беларусьте басталып жасалған проект қой. Былай қарасаңыз, коридорлар да кең дегендей, терезелер де түрлі қылып жасалған. Оның бәрі енді бір айырмашылықтар деп ойлаймыз. Ол айырмашылықтар тек қана мына мектептің жақсартуына, басқаша көзқарас болуына, оқушылардың сол жағына есеп етеді деп ойлаймыз. Жаңа мектеп осы жылдың қараша айында қолданысқа берілуі тиіс болатын. Кейінірек жоспар өзгерді. Кейбіреулерге құрылыс кезінде билік өкілдері жұмысты бақылағаннан гөрі жауапты қызметкерлерді сотқа беруге құмартып жатқандай әсерде қалдырды. Бұл көп жағдайда қалыпты әрине. Алайда нысанның іргетасы қаланбақ түгілі оған жауапты ұйым табу кезінде де кедергілер кездесіп, жұмыс бірнеше айға кешігіп басталды. Ортасында тоқтатқаны негізгі проект біздің Қазақстанның нормативтеріне келмейтін. Соған бір өзгерістер кіргіздік. Өзгерістер кіргізгенде онда бұл проект корректирован өткен кезде сонда бір 2-3 айда тоқташып болды. Содан бұл 3 айға бұл мерзімі, тапсыру мерзімі өзгерді. Келесі жылдың қаңтар айында Теміртауда бұрынғы психоневрологиялық диспансердің орнына Нұрай балабақшасы қолданысқа беріледі. Нөмірі 22-ші Нұрай балабақшасын қайта жаңғыртуға бюджеттен 180 миллионға жуық қаражат бөлінді. Жаңа балабақша бұрынғы психоневрологиялық диспансерде орналасатын болады. Дәрігерлер 3 жыл бұрын ғимаратты босатып, оны қаланың балансына ауыстырған болатын. Кішкентайларға орын жетіспей жатқан уақытта жаңа балабақшаның қолданысқа берілуін тағдырдың сыйы десек те артық болмас. Нөмір 22-ші Нұрай балабақшасын біз ашуға дайындық үстіндеміз қазіргі кезде. Былтырғы жылы ол облыстық психоневрологиялық диспансер ғимараты болған, бұрынғы балабақша ғимараты ғой негізі. Содан қалалық бюджетке өткізілген екен ол ғимарат. Сол себепті былтырғы жылы ол қайтадан балабақша қайта құру үшін жөндеу жұмыстарына біз жаңағы жобалық сметалық құжаттар дайындадық. Биылғы жылы конкурс жариялап, конкурстың қорытындысы бойынша, мысалы, біз 253 миллионға конкурс жариялағанбыз, қазір 179 миллионға ол жерде ұтып алған мердігер компания өзінің жұмыстарын бүгінгі күні аяқтады.
Жаңа балабақша толықтай соңғы үлгідегі жабдықтармен жабдықталатын болады. Келесі жылдың қаңтар айында балаларға арналған жаңа балабақша есігін айқара ашады. Қазіргі уақытта жөндеу жұмыстары аяқталып, қажетті құрал жабдықтар жиһаз сатып алынуда. Қазіргі кезде балабақша толық дайын тұр. Оның ішіне жылу жүйесі де өткізілген, су құбыры да өткізілген. Ал қазіргі кезде оның ашылуына бөгет болып тұрған дүние тек қана ашылуына байланысты кейбір процедуралар, регламенттер бар, өзіндік бір өлшемдер бар. Мысалы кезде оны біз заңды тұлға ретінде ашу үшін бірінші жекеменшіктік және мемлекеттік серіктестік ортасына қарастыруымыз керек. Одан кейін антимонополиялық комитетте қарастыруымыз керек. Оның өзінің уақыттары бар. Уақыттар біткеннен кейін мен ойлаймыз, енді таяу арада ол балабақша іске кіріседі деп. Қазіргі кезде балабақшада балабақшаны ашуға дайындық жұмыстары жүргізілуде. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында балабақшалардың 82% жабылды. Мектепке дейінгі білім алатын балалардың саны 10,6%-ға дейін төмендеді. Кейіннен мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша балабақшалардың құрылысы мен қалпына келтірілуі қамтамасыз етілді. Нәтижесінде балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамту 8 есеге дейін өсті. 27 жылдан астам уақыт бойы республикада 500-ден астам балабақша салынды. Ол бүгінгі таңда шағын қазақстандықтардың басым бөлігін мектепке дейінгі біліммен қамтуға мүмкіндік береді. Жергілікті билік келесі жылы мектепке дейінгі балалар арасындағы сұранысты 100%-ға қамтитынына сенімді. 2018 жылы Теміртауда Нұрлы жер бағдарламасы бойынша 83 отбасы баспаналы болды. Мемлекеттік жалдамалы үйдің пәтерлеріне түрлі әлеуметтік осал топтардың өкілдері, мемлекеттік тұрғын үй қорынан пәтер алуға кезекте тұрған жетім өскен жастар, бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері қол жеткізді. Теміртаудың дамуы елбасымыздың ерекше назарында екенін білесіздер. Оны таяуда ғана елбасымыз осы Теміртауда болғанда айрықша сезіндіңіздер деп мен ойлаймын. Жалғыз бұл тұрғын үй емес, тағы да көптеген әлеуметтік көп жылдан бері шешілмей келе жатқан мәселелерді елбасы осы Теміртауда шешімін тауып кетті. Емхана болсын, балабақша болсын, немесе спорт кешені бар. Оның барлығы осы таяу айлардың ішінде құрылыстары басталады, елбасы тапсырмасы. Көптен толғандырып жүрген мәселе теміртаулықтарды жылу мәселесі. Ол жылудың да шешімі қазір табылып отыр. Сондықтан да елбасының арқасында бүгін көптеген осы әлеуметтік мәселелер шешімін тапты. Әрине ең үлкен мәселе әр адам үшін ол баспана. Сол баспана міне бүгін Нұрлы жер бағдарламасы бойынша міне Теміртауда көп жылдан бері үй салынбап еді. Міне осы бір үйді бүгін бастап отырмыз. Бұның әлі жалғасы келесі жылдарда болады. Баспана алу деген әрине ол үлкен бақыт. Сол бақыттарыңыз құтты болсын. Сондай-ақ биылғы жыл шаһарымызда 4 қабырғасы түгелдей шыныдан салынған оқ өтпейтін жаңа полиция бекеті ашылды. Айта кетейік, бұл құқық қорғау органдарының ашық форматта жұмыс жасайтын облыстағы алғашқы нысан болып табылады. Ерекшелігі, халық тәртіп сақшыларының жұмысын сырттан бақылай алады. Учаскелік полиция бекеті ресми түрде ішкі істер бөлімінің ғимараты болып табылады. Нысан учаскелік инспекторлар мен олардың көмекшілері, кәмелетке толмаған инспекторлар мен ішкі істер бөлімінің басқа қызметтерінің және қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ететін азаматтардың жұмысына арналып ашылған. Бұған қоса бұл жерде тұрғындарға құқықтық және консультативтік жәрдем көрсету бойынша қабылдау жүргізілетін болады. Теміртау қаласында үлкен опорный зональный пункт ашылды. Әкімнің қолдауымен бұл мемлекетімізде бірінші опорный пункт. Неге десеңіздер, бұл шынымен жасалған, шынының жаңағы несі пуля не пробиваемый деп жатыр. Бұл бір, екіншіден бұл зональный пункттің ерекшелігі 6 участковый отырады, және пробационный инспектор отырады, жасөспірімдерді инспекторлер отырады, және компьютермен бүкілімен обеспечен, және бұл компьютерде бүкіл база данных бар.
бізге керек ішкі істер бөліміне профилактикалық жұмыстың учеты бәрі жаңағы компьютерде салынған. Жаңа қаланың ішінде қазір айтып жатыр ғой, прозрачность деп сыртынан қандай участковыйлар кіммен жұмыс істеп жатқандар, қалай жұмыс істеп жатқандар бәрі терезеден көрініп тұрады. Металлургтер қаласы жыл сайын жаңа нысандармен толығып келеді. Алайда соңғы бірнеше жылда шаһар аумағында бірде-бір жаңа үй тұрғызылмаған. Тек қайта қалыпқа келтіріліп, қолданысқа берілгендері ғана бар. Себебі жаңа тұрғын үйдің құрылысы көп қаржыны талап етеді. Ал қала бюджетіндегі қаражат санаулы. Биыл Теміртаудағы жағдай сәл өзгеше. Ағымдағы айдың басынан 9-шы ықшамауданында 2 көп қабатты үйдің құрылысы басталды. Выиграли тендер. Біз Теміртау қаласындағы 9-шы ықшамауданда Нұрлы жол бағдарламасы бойынша бой көтеретін 2 көп қабатты үйдің құрылысына арналған тендерді ұтып алдық. 2018 жылға 40 миллион теңге бөлінді. Бұл қаржыға біз үйдің орнын дайындап, іргетасын қалауымыз қажет. 2 үйдің де іргетасы жыл соңына дейін қаланады. Қалаға кіреберісте ажары айрықша, кескіні көз тартарлық. Жаңа сәулеттік нысан орнату өткен жылы қолға алынған болатын. Бұл жобаға қалалар мен елді мекендерді абаттандыруды дамыту бағдарламасы шеңберінде 50 миллион теңге қаржы бөлінген. Жұмыс аталмыш архитектураны небәрі 4 ай ішінде 47 миллион теңгеге аяқтаймын деген елордалық Досан Груп компаниясына сеніп тапсырылды. Алайда мердігер ұйым берген уәдесінен тайқып, аталмыш сәулет құрылысының жұмысы біраз уақыт шатқа аяқтады. Жыл аяғында құрылыс нысаны әктеліп, жан-жағын тазартып, алдына мереке сәнін кіргізетін жасыл шырша тігілді. Биылғы жылдың жемісті жұмысы деп ескі қаладағы саябақты айтуға болады. Кеңестік кезеңдегі ескілікті көрсетіп тұратын ескі қаладағы парк қайта жөнделді. Елбасының рухани жаңғыру бағдарламасының аясында күрделі жөндеу жұмыстарына арнайы қаржы бөлініп, үлкен шаруа іске асты. Бұл күндері ескі қала тұрғындарының бос уақытын өткізетін заманауи саябаққа айналған. 1 желтоқсан президент күніне орай шаһарымыздың төрінде орналасқан тұңғыш президенттің тарихи мәдени орталығы күрделі жөндеуден кейін қала тұрғындары мен қонақтарына есігін айқара ашты. Естеріңізде болса, 2011 жылы тұсауы кесілген бұл орталыққа шілде айынан бері күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілген еді. Жылу жүйелері жаңартылып, кабинеттердің төбе қабырғаларына дейін тұтас қайта боялған. Сондай-ақ ескірген еденді де ауыстырған. Ғимараттың сыртқы жолағына жасанды газон төселіп, бүгінде көп күмбезді ғимаратқа жаңаша өң кірген. В июле месяце этого года Шілде айында біз күрделі жөндеуге қатысты байқау жарияладық. Елордалық Астана Альянс мердігер ұйымы 215 миллион теңгеге барлық жұмыстарды уақытында жасап үлгерді. Оларға берілген соңғы күн 30 қараша болатын. Өздеріңіз көріп тұрғандай, орталық жаңа кейіпке енді. Мемлекет басшысының қызметтік көліктер паркінен шыққан Mercedes-Benz L автокөлігі Теміртаудағы тұңғыш президент атындағы тарихи мәдени орталыққа қойылды. Енді орталыққа келген қала тұрғындары мен қонақтары елбасы мінген көлікті тамашалай алады. Өздеріңізге белгілі, президентіміздің рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша қасиетті Қазақстан географиясының бағдарламасының аясында осы біздің тұңғыш президенттің тарихи мәдени орталығы сол қасиетті нысандардың 100 тізіміне кірген себепті осы үстіміздегі жылдың 5 ай көлемінде орталықта күрделі жөндеу өткізілді. Күрделі жөндеу өткізіп, қазір жаңғырған орталықты көріп тұрсыздар. Осы күрделі жөндеуден кейінгі тағы бір өте үлкен бір жаңалық президенттің іс басқармасынан орталыққа 17 жаңа жәдігер қосылды. Осы жәдігерлердің ішінде біз мына қазір көріп тұрғаныңыздай президентіміздің автопаркінен орталыққа сыйға тартылған Mercedes-Benz 600 маркалы президенттің қызметтік автокөлігі. Бұл автокөлік өте өздеріңізге белгілі, бұл елбасының автокөлігі болғаннан кейін барлық жерде сондай қабылданған. Бұл бұрындалған, оқ өтпейтін, өте әдемі нақышталған.
Әдетте жаңа жылдан бастап елімізде тарифтердің құны жаңаланып шарықтап кететін еді. Алайда биыл қымбаттамайды. Керісінше жаппай арзандағалы тұр. Мәселен, оқжетпес-Т және акватрейдинг қызметтерінің бағасын төмендетуге бел бууда. Мамандар жаңа жылдан бастап елбасының тапсырмасы негізінде коммуналдық төлем құнын төмендетуді қолға алмақ. У нас уже договоренности есть, она будет, и мы это все опубликуем. Бізде келісімшарт бар. Келер жылдан бастап коммуналдық төлемдер белгілі бір мөлшерге азаятын болады. Нақты шешім қабылданған уақытта біз халыққа жариялаймыз. Негізі басқа қалалармен салыстырғанда бізде жылу бағасы едәуір төмен. Естеріңізде болса, осы коммуналдық төлемдердің бағасын жоғарылатпау үшін мен соттың көмегіне де жүгінген болатынмын. Келесі жылдың басынан тұрғындарға арналған коммуналдық қызметтердің құны келесідей болады. Ортақ үйге арналған есептеу аппаратынсыз жылу бағасы 97 теңге 62 тиын, ал қазір біз пәтердің 1 шаршы метріне 98,25 теңге төлеп отырмыз. Яғни келесі жылы жылуға 0,63% арзанырақ төлейтін боламыз. Ауыз су мәселесіне тоқталатын болсақ, жаңа жылдан бастап ауыз су үшін теміртаулықтар 130,32 теңге төлемек. Қазір 1 текше метр үшін ауыз су бағасы 134 теңге 55 тиын. У нас сети изношены не только канализационные. Біздегі барлық жылу құбырлары, су құбырлары ескірген. Менде бүгінгі таңда бұл жұмыстарға қатысты 20 жоба дайын тұр. Барлығын кезең-кезеңімен іске асыратын боламыз. Біз қазір барлығын коммуналдық меншікке өткізіп жатырмыз. Акватрейдинг мамандары жаңа жылдан бастап елбасының тапсырмасы негізінде коммуналдық төлем құнын төмендетуді қолға алмақ. Қызмет көрсетушіге 1 жылға дейінгі өтемақы тарифі енгізілді. Тұтынушылар жаңа жылдан бастап суық су үшін 1 текше метрге 61 теңге 13 тиын төлейді. Яғни бағасы 2,4%-ға төмендейді. Теміртауда оқжетпес-Т жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жаңа бірыңғай есеп айырысу орталығы ашылды. Бірыңғай есеп айырысу орталығы тұрғындардың коммуналдық төлемдерді дер кезінде ыңғайлы түрде төлеп шығаруларына қолайлылықтар жасауға бағытталған. Жаңа есеп айырысу орталығы тұтынушыларды қабылдаудың заманауи стандарттарына сай жұмыс жасайды. Орталық әр жұмыс күні таңғы 8-ден кешкі 17:00-ге дейін адамдарды қабылдайды. Қалған 2 күн демалыс. Әрине, тұрғындардың басым бөлігі көрсетілген уақыттарда жұмыста болатындықтан, бұл орталықтың жұмыс уақыты барлығына бірдей ыңғайлы емес. Сонымен қатар әзірше ғимаратта мүмкіндігі шектеулі жандарға ешқандай жағдай қарастырылмаған. Сегодня у нас официальное открытие расчетно-кассового центра. Бүгін бізде салтанатты түрде жаңа бірыңғай есеп айырысу орталығы ашылды. Онда мемлекет басшысының тапсырмасына орай барлығы заманға сай етіліп жасалған. Бұл жерде тұтынушылармен жұмыс жасайтын барлық қызметкерлер отыратын болады. Сонымен қатар енді электронды кезек болады. Тіпті тұтынушылар үшін арнайы күту залы да қарастырылған. Тек мүмкіндігі шектеулі жандарға әлі толық жағдай жасалмады. Алдағы уақытта бұл олқылықтың орнын толтыратын боламыз. Жаңа орталықта абоненттерге арналған автоматты хабарландыру құралдары және басқа да техникалық құралдар орнатылған. Бұл тұтынушылардың қажеттіліктерін толығымен қанағаттандыруға мүмкіндік береді. Міне, тағы бір жылда тарих қойнауына кетіп, төрімізге келер жаңа жылға да санаулы күндер қалды. Баршамыз жаңа жылдан бізге не берер деген үмітпен жақсылықтар күтеміз. Бүкіл әлем халқы жаңа жылды ерекше салтанатпен, үлкен үмітпен қарсы алады. Ал осы мерекенің басты нышаны шыршаны орнату Теміртау қаласында 1 ай бұрын басталған болатын. 21 желтоқсан күні кешкілік түрлі түсті гирляндамен безендірілген Металлургтер шаһарының басты шыршасының шамы жағылды. Ну-ка, елка, 1, 2, 3, светом радости гори! – 2018 жыл Металлургтер шаһары үшін жемісті жыл болды. 7 қазынаның бірі ит жылы ырысты болды десек, артық айтқанымыз емес. Дегенмен кемшіліктер де аз емес. Мысалға алатын болсақ, қалада жылу энергиясының жетіспеушілігі әлі де бар. Биылдың өзінде 2-ші жылу электр станциясы бірнеше мәрте істен шықты. Қоршаған ортаның жай-күйі сол қалпы шешусіз қалды. Жергілікті билік өкілдері барлық мәселе шешімін табады деп уәде етіп, шаһар тұрғындарын келе жатқан жаңа жыл мерекесімен құттықтады.
В преддверии Нового года, конечно, я хотел бы пожелать жителям нашего города, самое главное всем жителям, это здоровье нужно. Здоровье, благополучие, семейного благополучия, процветания. Конечно, очень много моментов, где мы должны еще доработать в нашем городе, но я думаю, что пошагово мы идем и настраиваться на хороший оптимизм, чтобы были люди дружнее, сплоченнее. И всех благ, конечно, всего самого наилучшего, чтобы наши предприятия все работали, люди были с работы, чтобы был достаток и самое главное, всего хорошего всем жителям. Құрметті теміртаулықтар, баршаңызды келе жатқан 2019 жаңа жылмен шын жүректен құттықтаймын. Ел аман, жұртымыз тыныш болсын, әр отбасында бақытты, шаттықты өмір болсын. Құтты болсын жаңа жылдарың. Сіздерді жаңа 2019 қабан жылымен шын жүректен құттықтаймыз. Баршамыз жаңа 2019 жылмен бірге ізгі жаңалықтардың келуін күтеміз. Келер жаңа 2019 жыл сіздің барлық істеріңізбен бастамаларыңызға ақ жол ашып, мол табыстар ала келсін. Жетістіктерге толы жыл болсын. Металлургтер шаһарының бас арнасы Сфера телеарнасымен бірге болыңыздар. Құрметті Теміртау қаласының тұрғындары, 2018 ит жылы Теміртау шаһары үшін жеңісті әрі жемісті болды. Ал 2019 қабан жылы сіздерге табыс пен бақыт әкелсін. Металлургтер шаһарының жаңалықтарынан құр қалғыларыңыз келмесе, қаланың бас арнасы Сфера телеарнасымен бірге болыңыздар. Жаңа жыл құтты болсын.